Қыс шілдесі мен бөрі сырғақ. Қаңтардың соңғы 15-нен 29 күндеріндегі аяз. Бұл кезде қыс күшіне еніп, түкірігі жерге түспейтін сақылдаған сары аяз болады. Қазақтар мұны қыс шілдесі деп атаған. Мұны қыс шілдесі қаңтар деп атайды. Өйткені бәрін, малды да, жанды да қыс аязы қаңтарып қояды. Халық есепшілері болса, үркер мен ай арасындағы бұрыш тік төртбұрыш жасап орналасса, қыс шілдесі уақытылы басталады деп есептеген. Алдымызда бөрі сырғақ амалы келе жатыр. Бөрі сырғақ қаңтардың 18-нен 28 аралығында болады. Қаңтардың 18-нен 19-на қараған түні су алыңыздар, өзеннен алыңыздар, краннан алыңыздар. Ол су зәмзәм суындай ең таза, ең тәтті, ем сулардың бірі. Неше жыл тұрса да бұзылмайды, емге дәру. Бөрі сырғақ бұл ертеден келе жатқан қазақ амалдарының бірі. Яғни көкбөрінің жерік айы деп атайды. Күн суытады, қатпар-қатпар түйіршіктер сырғанап күшейеді. Бұл айды қазақтар бөртенің жерік айы деп те атайды. Жалпы қасқырдың үйірінде 20-30 қасқыр болатын болса, ол үйірді қазақтар әуен деп атаған. Бірақ осы ұлмалардың бәрі көкбөрі бола бермейді. Тек тұқым шашатын арланы ғана көкбөрі деп аталады. Ол өзінің бөртесін іздеп тауып, сонымен қосылады. Бұл кезде қазақтар алысқа мал жаймайды, жолға шықпайды. Себебі бөрі сырғақ кезінде бөрілердің махаббаттан есі ауысып, көздері қызарып, бөртеге қосылғанша жолындағының бәрін өлтіреді. Бірақ оның етін жемейтін болған, қанын да ішпеген. Ал енді крещенский морозы деген бар. Кезінде қазақтардан осы бөрі сырғақты біліп, мынау орыстар өздеріне крещенский морозы деп осы күні суық суға түседі. Өздерін крестит етілдік, тазардық деген сияқты ойда болады. Құрметті бауырлар, ондай амалды жасауға болмайды. Өйткені мұсылмандықтан шығып, христиан дініне өткен болып саналасыздар. Әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық. Қаңтардың қатты аязы 18-нен 19-на қараған түні қасқырдың арланы мен қаншығы жұптасады. Осы түн әлемдегі барлық заттың тазару түні. Жаңа алдында айтып өткендей, әсіресе судың ең тазаратын уақыты. Қасқырлар түнгі 00-ден таңғы 6:00-ге дейін жұптасады. Көпті көрген көнекөз қариялар қасқырлардың жұптасуына орай қаңтардың осы түнін бөрі сырғақ деп атайды. Сырғақ деудің себебі қатты соққан бораннан қар үстінде ештеңе тұра алмай сырғанап ұшып кетеді. Ертеде бабаларымыз осы күнгі су мен нәрестені қырқынан шығарып, жүкті әйелдерді жуындырған, нәрестелер қасқырдай батыр болар деп. Көшпенді халық болған соң таңғы 4-5-терде бұлақтың таза суын ішкен қасқырдай жүректі болады деп. Бұл біздің ата-бабаларымыздан қалған ырым дәстүр. Көктүріктің дүниеге келген күні. Қазір Еуропада кино шығарып жатыр. Қанішер адам түнгі 12-ден кейін қасқырға айналып, таңғы 6-ға дейін қырып кетеді. Бұл біздің түркі қазақ халқынан қорыққаннан осылай аңызға айналдырған. Бабаларымыз күні-түні ат үстінде жүріп, бүкіл Еуропаны жаулап алғандықтан кентаур деп ат қойып аңызға айналдырған. Мағлұматтар интернет желісінен алынды.